көз шығады маған. Кез келген танымайтын адам телефонмен де шешіп беріп жатыр. Кез келген адам сіз шақырасыз, мен осындай, мына адам маған қарыз болып жатыр. Мына тарап келеді. Осы жақында ғана бір 20 адам бір азаматқа ақшасын берген. Ол азаматты қамап жіберсе, жаңағыны қамап тастаса, ана кісілердің бәрі кредит алғанда бір қыз асыл өлем деп не қылып отыр ана жерде. Ананы енді заңға сүйенетін болса, ананы соттап жібереді, кетті, болды. Ал ана жақта 20 адам ақшасы кредитін төлеу керек, қарызға кірген, ана қыз мүмкін өліп кетуі мүмкін. Сол тарапты барып 20 адамды отырғызып қойын, ана кімді отырғызып қойын, жаңағы қарыз алушы өзі де айтып отыр, маған уақыт беріңіздерші. Осындай уақытта мен қойып беремін ақшасын деп отыр. Ол қамалып соттап жіберсеңіз де, ол ақшасын төлей алмайды. Ана жерде ол тырысып жатыр. Мен аман тап дедім. Қазір соны уже мен шешіліп бітіру керек, біткеннен кейін айтамын. Сол тарапты барлық 20 адамға распискасын жазып берді. Распискасын жазып берді, мен куәгер болдым. Мына кісі қарыз, мойнына алды қарызын. Енді сол қарыздарын жауап беру мәселесімен шешіп жатыр. Барлық тарап тынышталды да, қазір тып-тыныш отыр. Сол сияқты дауларға өздері шақырған дауға барады. Мен өзім әрқайсы дауға не қылып кез келген дауға араласасыздар, иә? Кез келген шақырса барамыз. Екі тарап. Қазір ендеше бір сюжетке назар аударайықшы. Вместе с тем, Халық кеңесі, Народный совет по своей сути станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем получат представленность все этносы, группы населения и регионы. Казахстанның Халық кеңесі, Народный совет Казахстана будет обладать статусом высшего консультативного органа страны. Состав совета предложено сформировать из 126 человек. 42 от этнокультурных объединений, 42 от крупных общественных объединений, 42 от маслихатов и региональных общественных советов. Халық кеңесіне билер алқасы кіру мүмкін бе? Шағылса әрине кіреміз. Біз енді бас иіп ешкімнің алдында басымызды ие бермейміз. Өз жұмысымыз тек қана жұмыспен көрсетіп отырмыз. Енді мына нәрсені айта кетіңізші, осы уақытқа дейін қанша биді сайладыңыз? Әр облыстың біз ұйымдастырушы билерді сайлап отырмыз жоқ жерлерде. Енді жоқтан бар нәрсе өте қиын. Ұмыт болып кетті. Артымыздан қиқым-сиқым деп өте көп ұрыста естіп жатырмыз, неше түрлі сөз естіп жатырмыз, бірақ бұл жерде ел не айтады деген сөзбен үстіп біз мақсатымызға жете алмаймыз. Мен 5 мақсат қойғам осы билер ұйымына келгенде. Бірінші мақсат мына Қазақстанда жемқорлықпен күресіп, жемқорлықты құрту. Жемқорлық құртса қазақтың байлығы өзіне жетеді. Екінші билер алқасын құру, Құдайға шүкір қазір құрып алды. Үшінші қазақтың шетелде жатқан көптеген ақшалары бар. Соны ақшаны қайтарса қазақтың қарызы жабылады. Төртінші завод фабрикалар ашу. Өндірістік ашатын болсақ, әрқайсысы қазаққа өзінің жұмыс болады. Бесінші, әр қазақ мұнай болсын, көптеген таблица меделейтін бәрі бар ғой. Сол әрқайсы қазақ ай сайын өзінің үлесін алып отыр ғой. Сол 5 мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Сіздер енді тек Қазақстанда ғана емес, ТМД елдерінде де осындай билерді сайлапсыздар, иә? Сол жөнінде айтып беріңізші, сонда басқа елдерде де бар ма? 2023 жылы осы Темір Сыпатаев деген бауырым бар, теуіп алған. Сол бауырым маған айтты, өстіп Мәскеу қаласында Бауыржан Момышұлы атамыздың турнирі болып жатыр. Сол жаңағы енді Бауыржан Момышұлы атамыз енді қазақтың батыры, международный турнир бокстан. Сол естігеннен кейін сол Мерген екеуміз, Тимур екеуміз, Темір Сыпатаев екеуміз бардық Мәскеу қаласына. Өте керемет қарсы алып, бүткіл Москваның спецслужбаның ұйымының басшылары келді. Мына Ротшильдердің ұйымның азаматтары келді, Романовтардың әулеттерінің басшылары келді. 5 мемлекеттің алдында тұрғызып, енді тарихта болмаған Мәскеу қаласының және Ресейдің биін сайлап кетті Мерген бауырымызды. Ол бәрі мойындады, қазір Мерген бауырымызға осы 2025 жылы Бауыржан Момышұлы атамыздың турниріне осы билер болып ақша жинап берді. Мәскеу қаласында международный бокстан турнир өткізді. Қазақтың атамыздың аты өшіп өсті. Екінші, Тасболат ағамыз бар, Өзбекстан мемлекетінің бас биі. Сонан кейін осы жақында 2025 жылы Ауғанстанның қазақтардың басы біріктірейік деп, Ауғанстанның қаландат бауырымызды Ауғанстанның биі сайлады. Америкаға мен шақырған тамыз айында 4-5-інде Америкада құрылтай болу керек болған. Сол құрылтайға мен шақырды. Сол жерде Американың биін сайлауым керек болған, бірақ маған виза бермей қойды да бара алмай қалдым. Бұйыртса осы жылы барып бүткіл әлемнің билерін, біздің мақсатымыз қазақтың басы біріктіру әлем бойынша. Жалпы енді сіздер сияқты бізде тағы ұйымдар бар екен ғой, иә? Бар. Сонда бірнеше ұйым, барлығы сонда би өздерінің бас билерін сайлай ма? Енді ашығын айтсақ былай, бірінші бізде ұйым билер кеңесі. Билер кеңесі 2021 жылы Сейітқали Ақсақалымыз сайланғаннан кейін, ол азаматтарымыз енді өкімет саласының азаматтары, өкімет саласында істегеннен кейін бізге белсенді азаматтарға жұмыс жасатпады енді. Біз жұмысымыз істейміз. Екінші, әділ билер ашылды.
енді әділ деген енді ол дұрыс, енді би болғаннан кейін әділ болу керек. Сөйтіп құжаттарын рәсімдеп алып, елдің бәріне құжат тарап тастағанда жаңағы жан-жақтан. Бұл жерде би емес, әйтеуір сол мә деп жаңағы бәріне Өйткені елдің тағы мен бас биймін деп өздерін таныстырып жатқан азаматтар бар. Сонда кімге сенеміз аға? Айта салайын қазір. Мен сіздерге айтып отырмын ғой, бізде, сауыңыз, бізде билер ашық құрылтайда ғана сайланады. Құрылтайға келіп, мен би боламын деген адамдар үлкен ашық сайлауда мен мықтының мықтысы ғана сайланады. Құрылтайды да кез келген ұйым өздері ұйымдастырылатын шығар. 16, 17, 18 күні ғана біз жылда 3 күн бойы біз Қазақстан бойы 3 ай бұрын біз жариялаймыз. Қазақстанда билердің құрылтайы болады. Ол сіздердің ұйымдарыңыз, иә? Барлық жерде біз жариялаймыз. Сіз де келсеңіз болады. Жоқ, қараңыз, басқа ұйымда өздерінің құрылтайын сайлап, басқасын сайлау. Мысалға біз бесеуіміз алып, бір би сайлап, өзіміз бір биді сайлап, солай жариялаймыз. Бізден жаңа сіз енді сұрақты неге алып келесіз, мен сізге айтайын. Қазақ билер алқасы деген ұйымды біз құрамыз кезінде. Қазақ билер алқасы сіздерсіздер. Қазақ билер алқасын біз құрамыз. Құрғаннан кейін сол жерде біз құжатты рәсімдеу үшін астаналық бауырларымызға береміз. Әйтеуір кім болсын, сол болсын, кредит жоқ адамдар құрылтай жасаңдар да жаңағы реттейсіңдер деп. Сөйтсек ол азаматтар жаңағы көбінесе жаңағы қандас бауырларымыз Қытайдан келген өз адамдарының бәрін біріктіреді да, сөйтіп юстицияда 12 құрылтайшы басқарады деп, олар басқа біздің жарғымыздан бөлек басқа жарғын басқа бағытқа кетіп қалған. Басқа бағытқа келеді да, сонымен ол жерде көбінесе қандас бауырлар ол жерде. Сізге сұрақ қояйыншы мен, қараңызшы. Айтасыз, бітіре салайын қазір. Түсінікті болсын, бітіре салайын. Сөйтеді да, ол құрылтайдан олар жаңағы 2023-те олар өз адамдарын сайлағысы келеді, бірақ ол адамдар ұтылып қалып, мен сайланып кеткеннен кейін бұлар өздері бөліктене бастайды, өздерінің жоспарлары бар. Ол кісілердің жоспары бойынша 2 миллиард 300 миллион грант алу керек, сол грантты алып өкімет басына жаңағы депутат болу керек, сондай мақсатпен жүрген азаматтар. Миссия басына. Қараңызшы, Жаңағы билікке талас болып жатқан жоқ бара жатырмыз да, сонда? Біз таласпаймыз. Сөйтеді да, біз олар өздері біз Түркістанда бүкіл нақты жұмыс жасап жүрген билер менің қасымда жүр, әлем қазақ билерінде. Ал енді ол азаматтар 10-12 құрылтайшы өздері бірігеді, көшеде жүрген жаңағы официанттан елдің бәрін жинап, құрылтай жасап отырмыз дейді, жаңағы Абу деген бауырымызды бас би сайлап берді. Жарнамадан соң жалғастырамыз, экраннан алыстамаңыздар.